Ник Вуйчич: өмірде шектеу жоқ. Кіріспе. Менің атым Ник, жасым 27-де. Аяқ-қолсыз дүниеге келсем де, тағдырыма өкпем жоқ. Адамдардың рухын көтеру ниетімен шартарапты шарлап жүрмін. Адам баласының арманға жету жолында сенімі мен үмітін, махаббаты мен батылдығын қару етуге үгіттеймін. Бұл кітапта өз өмірімнен сыр шертемін. Әрине, кейбір сынақтар менің маңдайыма ғана жазылды. Дегенмен оның бірқатары сізге де жат емес. Басқа түскен қиындықты жеңіп, проблемаңызды шешу үшін сізге жігер бергім келеді. Өміріңіздің мәнін тапқаныңызды қалаймын, себебі өмір адам баласына берілген ғажайып сый. Иә, өмір көбіне бізге әділетсіз болып көрінеді. Қиын кезеңде мен күрмелі сәттер көңілімізге күдік ұялтады, қорқытады. Бұл маған өте таныс жағдай. Бірақ Інжілде кез келген қиындыққа тап болғанда, одан кіршіксіз қуаныш таба біл деп жазылған. Мұны ұғыну үшін маған өте көп уақыт қажет болды. Енді оны жақсы түсінемін. Өз тәжірибеме сүйене отырып, сізге өмірдегі ең қиыны өзіңізді түсіну және басқаларға қол ұшын беру екенін айтқым келеді. Менің ата-анам дініне берік христиандар. Алайда дүниеге келген ұлының не қолы, не аяғы жоқ екенін көргенде, Құдайға мұндай баланы не үшін жаратты деп күмән келтіріпті. Алғашында мен сияқты баланың үміті де, болашағы да жоқ деп түңіліпті. Мені енді толыққанды қалыпты ғұмыр кеше алмайды деп ойлаған екен. Алайда менің қазіргі өмірім әлде қайда жақсы. Бір кездері мұндай өмір туралы тіпті армандауға да қорыққанмын. Күн сайын адамдармен телефон, электрондық пошта, хабарлама, әлеуметтік желі арқылы сөйлесемін. Қонақ үйде, әуежайда, ресторандарда адамдар мені қаумалап алады. Мені құшақтап, өмірлерін өзгертуге көмектескенімді айтады. Бұл жаратқанның шексіз сыйы. Мен сондай бақыттымын. Маған берілген сынақтың жай ғана ауыр жүк емес, тағдыр сыйына айналатынын, мүгедектігімнің басқа жандармен араласуға, оларға қолдау көрсетуге, жабырқау жанына жұбаныш әкелуге мүмкіндік беріп, адам сенгісіз жетістіктерге жол ашатынын ата-анам да, мен де ең бір асқақ армандардың өзінде де елестетіп көрмеген едік. Иә, өмірім оңай емес, бірақ мені жақсы көретін туысқандарым бар. Құдай маған нұрлы ақыл, жүрегіме шынайы әрі терең сенім ұялтты. Сіздерден ештеңе жасырмай, басымнан өткен ауыр кезеңдерден кейін сенімнің қалай орнығып, өмірдің мәнін қалай түсінгенімді айтып беремін. Жасөспірім кезде бұл бәріміздің болашағымыз туралы ойлай бастайтын кезіміз. Өмірден түңілген сәттерім болды. Ешқашан қалыпты адам бола алмайтындай көріндім. 12 мүшемнің басқалардан еш айырмашылығы жоқ деп өзімді алдау мүмкін емес еді. Басқа балалар сияқты жүзуге, скейтбордпен сырғанауға тырысатынмын, бірақ мен үшін қиынға түсетін